Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге күнбағыс қалғасын үй жағдайында жасайтын боламыз. Алдыменен тазартылған шекілдеуіктерімізді табамызда қызарғанша қуырып аламыз. Сосын бізге сироп керек болады. Сироп жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қайнаған суымызға қантымызды салып, баяу отта көпіршіктер шыққанша қайнатып аламыз. Олардың құрамын мен описание бөлімінде қалдырып кеттім. Міне біздің сиробымыз дайын болды. Енді біз жұмыртқаның ағы менен сарысын бір-бірінен ажыратып аламыз. Бізге тек қана ағы ғана керек болады. Жұмыртқаның ағын миксердің көмегімен көпіртетін боламыз. Бір шымшым тұз салдым. Қант ұнтағын қосамыз. Видеода қант ұнтағы көрінбей қалыпты, кешірерсіздер. Сосын сиробымызды аз-аздан құйып көпіртетін боламыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді қуырылған шекілдеуіктерімізді блендердің көмегімен езіп аламыз. Мені осындай масса шығу керек сіздерде де. Сосын екеуін бір-біріне қосып араластырамыз. Міне біздің халвамыз дайын болды. Оны арнайы пергамент қағазы төселген формамызға құйып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қалдырамыз. Міне біздің халвамыз осылай болып шықты. Менікі жарты сағат қана тұрды. Балалар жегісі келіп ерте шығарып қойыпты. Достар, менің рецептерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайк басып, комментария бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарың үшін рахмет.